12 наурызға арналған жолды жорамал. Тоқты, өзгелерге кеңес беріп, ақыл айтумен көп уақытыңыз өтуі мүмкін. Тіпті жаныңыздағылар сізден ақыл сұрамаса да, тәжірибелі тоқтылар өз білгенімен бөлісуді жөн санайды. Ал жеке шаруаларыңызға келсек, алдыңыздан үлкен сынақтар шығып, аз-мұш қиындықтарға тап болуыңыз да мүмкін. Ең бастысы сенімсіздік танытпай, қолыңыздан келетіннің барлығын жасаңыз. Шиеленісті сәттерде ешкімге ауырсын айтпай, ешкімнің де көңілін сүрмеуге тырысыңыз. Торпақ, жұлдыздар жайлы күн болады деп уәде етеді. Бұған ықпал ететін тек қана өзіңіз. Айналаңызда жағымсыздықтар орын алып жатса да, олардың ешқайсысын көңіліңізге алмай, позитивті қалыпта бола біліңіз. Күннің екінші жартысына қарай шаршаңқылық байқалады. Бұл орайда күшіңізді бос шаруаларға ысырап етпей, тек қана маңызды шаруаларға жұмсауға тырысыңыз. Жұмысыңыз бен жауапкершілікті талап ететін істерде салғырттыққа жол бермеңіз. Егіздер, шаршағаныңызды сезінесіз. Егер өзіңізді тым бос немесе үлкен шаруаларға дәрменсіз етіп көрсетсеңіз, мұны ешкім түсінбейді де, қолдамайды да. Сондықтан да мүмкіндік болғанша күш-жігеріңізді жиып, тым құрығанда жақындарыңыздан көмек сұраған абзал. Өзіңіз үшін маңызды жобалардың жұмысын жақсы білмейтін адамдарға сеніп тапсыруға болмайтынын ұмытпаңыз. Шаян, төзімсіздігіңіз ұрыстардың орын алуына себеп болуы мүмкін. Сол себепті де өзгелермен сөйлесу барысында ұстамды болып, тілге абай болған жөн. Түсінуге қиын нәрселер болады. Асықпаңыз. Көп ұзамай, көп сұрақтың жауабын өзіңіз-ақ табатын боласыз. Бақыт тыныштықты қалайды. Осыны естен шығармаңыз. Арыстан, жаныңыздағы адамдарға көңіл бөліп қойыңыз. Мысалы, достарыңызға ақыл кеңесіңізді айтып, әріптестеріңізге де қол ұшын тигізіп қойған жөн. Жалғыздың шаңы шықпас демекші, сізбен бірге адамдардың қадірін біліп, оларға да демеу көрсетіңіз. Аузын ашса жүрегі көрінетін арыстандардың жасаған жақсылықтары алдағы күндері үлкен олжа болып оралады. Бекеш, сіздің тарапыңызға түрлі сын пікірлер айтылуы мүмкін. Сол сындарды достарыңыздан да, әріптестеріңізден де, тіпті басшылықтарыңда тарапынан естуіңіз мүмкін. Дегенмен де, сізге кез келген ескертуді немесе сын пікірді жақсы қабылдап, мүмкіндік болса әзілмен қабылдай білуге кеңес береміз. Қателіксіз адам болмайды. Кішігірім қателік жасадым деп өзіңізді жегідей жемеңіз. Тек сәл мұқиятырақ болу керектігін ескерсеңіз болғаны. Таразы, жұлдыздар сыртыңыздан әлдекімдердің бір нәрсені бұлықтырып жатқанын ескертеді. Әзірше сіз ештеңені байқамауыңыз мүмкін. Мұны өзіңіз күтпеген адамдар жасайды. Мысалы, әріптестеріңіздің бірі сіз жайында жалған өсек таратып, сіздің беделіңізге нұқсан келтіруді ойлап, тұзақ құру да ғажап емес. Сол себепті де барынша сақ болғайсыз. Жасауға болмайтын нәрселерді жасамаңыз. Артық сөздерден өзіңізді тыя біліңіз. Саршаян, сіз бүгінгі күні нағыз есепші секілдісіз. Барлық жерде өз есебіңізді, тіпті уақытыңызды да дұрыс реттей аласыз. Осы қабілетті алдағы уақытта да жетілдіріп, күнделікті өміріңізде қолдана білсеңіз, өміріңіздің сапасы әлдеқайда жақсара түсер еді. Бұрындары жағымды пікірде болмаған нәрселерді байқап көруіңіз әбден мүмкін. Сондықтан да әр нәрсенің ең жақсысын ала біліңіз. Сіз бұған лайықтысыз, осыны ұмытпаңыз. Мерген, белсенділігіңіз арта түседі. Барлық жерде бірінші орынға шыққыңыз келеді. Бұл өте жақсы қадам. Тек мына жағдайды ескеруді ұмытпаңыз. Шешімді жалғыз қабылдау серіктестер немесе достар, тіпті жақын адамдар тарапынан келіспеушіліктерге әкеп соғуы мүмкін. Келіспеушілік дегеніміз ұрыссыз болмайтынын жақсы білесіз. Сол себепті де шешім қабылдар алдында барлығымен жақсылап ақылдасып, барлығының көңілінен шығатын ортақ шешімді қабылдаңыз. Тауешкі, айналаңызда дәлірек айтар болсақ, қабақ танытып жүрген адамдардың арасында жақын адамдарыңызда болуы мүмкін. Бүгінгі күні олармен сөйлесіп, арада түсініспестік, өкпе-реніш болса, соның шешімін тауып, қарым-қатынастарды реттеген абзал. Кешкілік ас ішу,
сүйікті фильмдерді қарау, жалпы кішігірім отбасылық мереке жасау жақын адамдарыңызбен арадағы қырғи қабақтың барлығын ұмытуға көмектеседі. Соқойғыш, реалист болуға тырысыңыз. Қазіргі уақытта мүмкін емес нәрселерді ойлап, соларға энергия жұмсаудың ешқандай да пайдасы жоқ. Бүгінгі күні ерекше оқиғалар немесе қызықты сәйкестіктер орын алуы мүмкін. Осыларды байқау үшін сізге қазіргі жағдайларға басты назарды бұра білу қажет. Бұны жасай алсаңыз, өмірдің сізге жаңа әрі үлкен мүмкіндік беріп тұрғанын түсінетін боласыз. Бұл мүмкіндіктер жұмысыңызға немесе жеке өміріңізге де қатысты болуы мүмкін. Балықтар, пойыздың кетіп қалғанын күтпей, бар мүмкіндігіңізді дәл қазір қолдана біліңіз. Үйреншікті шаруалармен ғана шектеліп қалар болсаңыз, алатын нәтижеңіз қарапайым болады. Ал жаңа тәжірибелер сізге үлкен нәтижелер әкелмек. Жеке өміріңіздегі қиындықтарға басқаша қарап, тапқырлығыңызды іске қоссаңыз, міндетті түрде барлық жағдайды жақсартасыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.